Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін тез арада өте дәмді болатын торт түрін көрсететін боламын. Алдымен керек заттар ол 300 грамм сгущенкамыз, 500 грамм қаймағымыз, 250 грамм балық печенье, 2 банан және ұнтақталған ақ шоколад пен грецкий орех. Ең алдымен біз сгущенка мен қаймағымызды араластырып взбивать етіп аламыз. Сгущенкамызды мискаға құйып аламыз. Қаймағымызды саламыз. Енді жақсылап біріктіріп взбивать етіп аламыз. Жақсылап взбивать етіп алғаннан кейін үстіне балық печеньеларымызды саламыз. Енді жақсылап барлығын араластырып аламыз. Енді бұны қойып қоямыз да 2 бананымызды тураймыз. Енді жақсылап барлығын саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Бананымызды салғаннан кейін барлығын біріктіреміз. Енді формамызға жақсылап барлығын саламыз. Барлығын жақсылап формамызға тегістеп аламыз. Міне жақсылап тегістеп шықтым. Енді үстіне грецкий орехымызды себеміз. Енді үстіне белый шоколадымызды себеміз. Міне осындай керемет тортымыз шықты. Енді холодильникке 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Немесе бір тәулікке де қойып қоюға да болады. Мінекей холодильниктен тортымды алып шықтым. Енді қазір дәмін көретін боламыз. Мінекей осындай керемет тортымыз шықты. Енді дәмін көреміз. Өте дәмді. Барлық ингредиенттер бір-бірлерімен үйлесіп, өте күшті дәм беріп тұр. Егер де менің каналым сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып келіп кетіңіздер. Баршаларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.